Баяғы өткен заманда дін мұсылман аманда. Бір керемет ормандағы үйде бір керемет бала өмір сүріпті. Оның үйі өте керемет болған. Оған бұны әкесі жасап берген. Ол өте керемет өмір сүрген. Және үйі өте кең болған. 2 бөлмелі. Ол өзі үшін кең болған. Және де өте үлкен болып, әдемі болып көрінген. Және де ол орманнан еңбектеніп, өзі бір заттарды тауып, тамақтанып, өзі жақсы бала болған. Бірақ оның бір жаманы, ол мұсылман емес, ол буддизм дінін қабылдайтын болған. Және де күндердің күндері ол дұрысталатын шығар деп ойлаймын. Ол өзі байып, өзі тамақ істеп, бәрін білетін. Сосын ол далаға, аулаға ағаш алуға шығады. Және ол ағашты кесіп алады. Дұрысырақ шауып алады. Піштіріп алады. Күндердің күндері бала ер жете бастайды. Қыздарға қарайды. Және ол өзінің діні дұрыс емес екенін түсінеді. Ол өзінің дінін дұрыс емес екенін байқайды. Және түсінеді. Және де ойына бір нәрсе келеді. Ол бала кезінде өзінің қолдан жасап табынып жүрген мүсіндерін ол бала секірем деп тормоз дедік балада. Сникер ішіп алады да тормози дейді. Секіргісі келеді. Және де ол бітеді. Секіріп бітеді ойласам. Және де ол ислам дінін қабылдайды. Бір күні оның көз жасы көл болып жылап жатады. Үйінің алдына содан бассейн жасап, шомылып алады. Сәл шомылып болған соң, су суығы екенін байқап, судан шығады. Сосын барады да қыздырыну үшін сол көпірдің үстіне тұрады да өз-өзіне қол жұмсайды.